Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ықтияров Аяс Әбдірахымұлы. Мен учаскелік дәрігер болып жұмыс жасаймын. Бүгін сіздермен өзімнің клиникалық практикамның 3-ші түсірілімін жалғастырамыз. Ары қарай бүгінгі күн өте ерекше болады, әрі қызық болады деп сенемін. Себебі бүгін менің қабылдауыма 3 жыл бойы диспансерлік учетта Вольф-Паркинсон-Уайт феномені бойынша тұрған науқас келеді. Алдымен мен сіздерге Вольф-Паркинсон-Уайт синдромы туралы қысқаша айтып өтейін. Қалыпты жағдайда біз білеміз, синартериалды түйіннен, то есть жүрекшеден қарыншаға қарай физиологиялық импульс 3 түрлі жолмен өтеді. Ол Венкебах, Торель, Тарель, болмаса Бахман жолдары. Бірақ кейбір науқастарда дүниеге келе салысымен, то есть туа пайда болған патологиялық жолдар бар. Сол жолдардың бірі кент жолы деп аталады. Біздің науқасымызда бүгін сол кент жолдары арқылы импульс беріліп, Вольф-Паркинсон-Уайт синдромы туындаған. Біз Вольф-Паркинсон-Уайт дегенде міндетті түрде дельта толқындар дегенді білеміз, ЭКГ-да көрінеді. Одан бөлек бұл науқастарда ерекшелігі, оларда аритмия дамиды. Қандай аритмия дейсіздер ғой? Қарынша үстілік, кәдімгі өзіміздің суправентрикулярный тахиаритмиялар дамиды. Өздеріңіз білесіздер, суправентрикулярный тахикардиялар ары қарай фибрилляция предсердияға, ал олымыз Вольф-Паркинсон-Уайт синдромымен қосылып, фибрилляция желудочковқа қарыншалардың фибрилляциясына ауысады. Ары қарай өліммен аяқталуы мүмкін. Бірақ біздің науқасымыздың жағдайында тек қана жүрекшелердің фибрилляциясы мен Вольф-Паркинсон-Уайт синдромы қосылған формасын көреміз. Бүгін қабылдауымызға сонымен Сәния Асқарқызының өзі келіп отыр, нақтылап бүкіл жағдайды ол кісінің өз аузынан естіп нақтылап аламыз. Сәния Асқарқызы, сәлеметсіз бе? Кіріңіз. Аман-сенсіз бе? Жағдайыңыз қалай? Етіңіз, отырыңыз. Ауруханаға жатып шықтыңыз, жақсы ем алдыңыз деп ойлаймын. Қазір жағдайыңыз жақсы ма? Бүгін 2 ай өтіп келіп отырсыз, маған? Жақсы. Мені бір қызықтырып тұрған сұрақ. Жедел жәрдем шақырмас бұрын сізде қандай симптомдар болды, соны айтып бересің маған? Менің жүрегім қатты соғып кеткенін сездім. Басым айналды, ауа жетпеді, аяқ астынан әлсіз болып қалдым. Аяқ астынан әлсіз болып қалдыңыз. Сіз сосын осының нәтижесінде кәдімгідей жедел жәрдем шақыру керек деп шештіңіз. Өте жақсы. Біз сізбен 3 жылдан бері осы нәрсе жайлы айтып келгенбіз. Криз болуы мүмкін, бізде де риск бар деп. Енді қараңызшы, мен тағы бір нақтылайтын нәрсем. Жедел жәрдем шақырған кезде сіздің қан қысымыңыз өлшеді ме? Иә. Қанша болды? 160 болды қан қысымы. 160 болды. Бұл сізге, мне кажется, өте жақсы көмектескен осы көрсеткіш, артериялық қан қысымы. Можно сказать, сіз үшін да сіздің қан қысымыңыз өз төмен еді ғой, да? Ашық қателеспесем. Қан қысымыңыз қалыпты күйде қалған екен. Жарайды, ендеше сіздің сол күнгі ЭКГ-іңізді көрейін, бірінші электрокардиограммаңызда. Сізбен талқылайық, қандай өзгерістер болған. Міне, қараңыз, бұл сіздің жедел жәрдем шақырған күні түсірілген ЭКГ-іңіз екен, электрокардиограммаңыз. Бұлай қарағанда кез келген дәрігер мына электрокардиограммаға қарап, айтсам болады, шошып қалады деп. Өйткені бұл өте сондай бір критический, сондай неотложный состояние болып табылады. Міне, мына жағдайда кез келген, мне кажется, функциональный диагностик болсын, кардиолог болсын, аритмолог болсын қараған кезде міндетті түрде ойлайтыны пароксизмальный желудочковая тахикардия. То есть пируэт түрімен жүретін қарыншалық тахикардия деп ойлауы мүмкін. Но, бірақ, мен сіздің анамнезіңізді біліп тұрып, бұл фибрилляция предсердий плюс Вольф-Паркинсон-Уайт синдромының электрокардиограммасы екенін айта аламын. Неге? Себебі, міне, қарасаңыз, мына жерде нақтылап сізге көрсетейін қазір. В2 тіркемесінде жақсылап қараған кезде, міне, Вольф-Паркинсон-Уайт синдромына тән дельта толқындар. Бұл бізде Б типіне жатады Вольф-Паркинсон синдромының, және көрес комплекстердің аралықтары әртүрлі. Бұлай қараған кезде, міне, қарыншалық тахикардияға қатты ұқсас, бірақ не үшін біз фибрилляция предсердия мен Вольф-Паркинсон-Уайт синдромын айырамыз? Себебі оның емі 2 түрлі болады. Емді қате ем деп қойсақ, науқастың ары қарай қарыншалардың фибрилляциясы ары қарай клиникалық өлім, ары қарай биологиялық өлім болып аяқталуы мүмкін еді.
өте жақсы болған. Сіздерді жақсы кардарон қабылдатқан шығар да, келген кезде. Кардарон қабылдап, ары қарай бәрі жағдайыңыз жақсарған деп ойлаймын. Енді сіз бүгін маған екінші электрокардиограммамен келіп отырсыз. Иә, міне, осы электрокардиограммаңыз бойынша мен сізге тағы да түсініктеме беріп өтейін. Мынау кардиограммадан қандай өзгерістер сақталды? Сіз ауруханаға жатып шыққаннан бері қанша уақыт өтті уже? Иә, бүгін сіз маған приемға келіп отырсыз. Қызық айтайын дегенде жақсылап қараңыз. Бір ғана белгі, ол Wolff-Parkinson-White синдромына тән дельта толқындар ғана қалған. Бұл біз сізбен талқылағанбыз, иә, туа пайда болған. Бұл белгілер сіздің экогыңызда үнемі болады және сақталып қала береді. Бірақ мені бір қызықтырып тұрғаны сіздің жүрек соғу жиілігіңіз. Қазір сізбен бірге біз соны есептеп көрейік, ерінбей. Жүрек соғу жиілігін біз міне мына формуламен есептейміз. Ол үшін бізге 2 РР аралықтың саны керек. Ол үшін мен есептеймін, міне 1, 2, 3, 4, 5 және міне 50 мм және 2 мм. Сонымен 52 мм көбейтілген. Міне ЭКГ-ны жазу 50 мм секундына жылдамдықпен жазылған. Сол үшін оны 0,02-ге көбейтемін. Нәтижесін есептеген кезде 57 шығады. Бұл сізде брадикардиялық типпен, мне кажется, просто ЭКГ түскен уақытта солай. Неңіз жүрек соғу жиілігіңіз азап төмендеген. Қалғаны сол баяғы ескі Wolff-Parkinson-White синдромына тән белгілер. Сания Асқарқызы, ЭКГ-ларыңызбен сізбен жақсылап талқыладық. Сізді ары қарай дәл бұрынғыдай диспансерлік учетта қалдырамын. Дәл сол әдіспен ары қарай жүргізе беремін. Маған сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, сұрақтарым жоқ, Бәрі рахмет. түсінікті ма? Өз-өзіңізді күтіңіз. Көрдіңіз ғой да, кез келген өзіңізге тән емес жағымсыз симптоматика болғанда міндетті түрде жедел жәрдемді шақыру керек. Сіз күтпеген исходтар, нәтижелер болуы мүмкін. Көп рахмет, деніңіз сау болсын. Рахмет, сізге де.